Емделушінің уақытында сапалы және қауіпсіз медициналық көмекті қажетті көлемде алу құқығын, олардан түскен шағымдардың жедел шешілуін қамтамасыз ету мақсатында осыдан 4 жыл бұрын елімізде емделушілерді қолдау және ішкі бақылау қызметтері құрылып, әрбір денсаулық сақтау мекемесінде ашылды. Екібастұзда олардың жұмысымен қалалық коммуникациялар қызметінде ұйымдастырылған арнайы брифингте Дисконт өндірістік кооперативі нөмір 2 және нөмір 3 емханалары бас дәрігерлерінің аудит жөніндегі орынбасарлары, емделушіні қолдау қызметтерінің басшылары Вера Бочкарева, Татьяна Байюнкуй, Тоғжан Қабылтаева айтып берді. Состав у нас входит руководитель. Қызмет құрамына емделушілерді қолдау және ішкі аудит қызметінің басшысы, дәрігер сарапшы, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуші медбике енеді. Яғни негізінен пациенттер өздерінің өтініштерімен баратын жауапты тұлғалар. Шағымдар түсіп жатса, мәселені уақытында ашық түрде шешуге тырысамыз. Былтырғы жылдың 10 айымен салыстырғанда, биылғы жылдың 10 айында келіп түскен өтініштер мен шағымдар саны 33,3%-ға кемігенін атап өткен жөн. Одан басқа емхананың кол орталығына келіп түскен өтініштер саны да азайды. Оның өзі бұл қызмет рөлінің артқандығын көрсетеді. Бұл қызметке емделушілер медициналық жәрдемнің сапасына көңілі толмаса, медициналық персонал өрескелдік танытса, дәрігерлердің жұмыс істеу тәртібіне және көрсеткен қызмет сапасына көңілі толмаса өтіне алады. Және өтініш шағымдарды жазбаша ауызша түрде айтып, не болмаса телефон арқылы жеткізуге болады. Служба поддержки пациентов каждой поликлиники. Емделушілерді қолдау қызметтері әр емдеу мекемелерінің бірінші қабатында орналасып, олардың жұмыстарын ұйымдастыру сұрағында маңызды орын алып отыр. Сондықтан жыл сайын өтініш шағымдардың санының азаюы барлығында болып жатыр деп ойлаймын. Бұрынғы жылдары дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жөнінде сұрақтар көп болса, ол қазір азайды. Бүгінгі күні қазір ұйымдастыру жағынан сұрақ көп. Өйткені учаскелерді ірілендіру жүргізілуде. Яғни кейбір учаскелер бөлініп басқаларына бекітілді. Ал пациенттер оны білмеуі мүмкін. Не болмаса ол оған қанағаттанбауы ықтимал. Оған қоса дәрігерлер де ауысып жатады. Емделушілер өздерінің бұрынғы дәрігерлері қабылдағанын қалап жатады. Сондықтан осындай сұрақтар туындап жатса, түсіндірмелік жұмыстар жүргіземіз. Келіп түскен өтініш шағымдарды қарау мерзімі 5 күнде бекітілген. Егер ол жазбаша болса, жауап та жазбаша беріледі. Сейчас я могу сказать за 10 месяцев. Жыл басынан бастап 90 өтініш шағым келіп түсті. Оның 24-і жазбаша. Медициналық қызмет көрсету сапасы жөніндегі сұрақтардың азайғандығы байқалуда. Қазір мүгедектікті рәсімдеуге қатысты мәселе көбеюде. Өйткені біздің емханаға тіркелген қарттар саны көп. Олай болса, созылмалы ауруға шалдыққан науқастар да көптеген сөз. Оған қоса жалғыз тұратын адамдар, кереуетке таңылғандар да баршылық. Оған қоса бір жылда бір ауруханаға жатып қаралып, емделіп шығуым керек дейтіндер де бар. Ал ол үшін себеп болмайды. Спикерлер жыл сайын көтерілетін мәселелер азайып келе жатқанын, қойылған сұрақтар болса, жылдам шешуге тырысатындарын атап өтті. Больше они требуют разъяснительного. Өтінген пациенттер көбіне қандайда бір сұрақ жөнінде түсіндіріп беруді сұрайды. Амбулаторлық картаның орнына электронды денсаулық сақтау төлқұжаты енгізіліп жатқандықтан көптеген сұрақтар туындауда. Негізінен жазбаша шағымдардан гөрі емделуші қолдау қызметіне өтінгенді жөн санайды. Не болмаса, кол орталықтарға хабарласады. Өйткені көтерілген сұрақтар осында және қазір принципі бойынша сол күні немесе емделушінің қатысуымен сол жерде жылдам шешіліп жатады. 3 емхананың бәрінде электронды пошталар, WhatsApp нөмірлері, кол орталықтар бар. Туындап жатқан мәселеңіз болса, көрсетілген қызмет сапасына көңіліңіз толмаса, хабарласуыңызға болады.